өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған, бабалардың батырлығы хан мен бойға таратылған. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Құрметті қазақ елі, құрметті бауырлар, бүгін біз өзіміздің еліміздің бас шаһары Астана қаласына жиналып тұрған жайымыз бар. Бұл жақта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып, Алтай мен Атыраудың екі арасындағы алып атырап Қазақстанның бүкіл түкпірінен жиналған, өзінің мүлігін, өзінің затын, өзінің ақадал ақшасына алған мүлкін, бала шағасын аузынан жырып алған осы заттарымен нәпақа табам деген азаматтар келіп тұр. Бұл жақта ешкім бір басқаша бір жаман ойлар, жаман заттар көздеп жүрген ештеңесі жоқ. Ертең біз осы Астана қаласында өнеркәсіп және құрылыс министерствосы Астана қаласында орналасқан. Сол жақта сағат 3-те жиналуымыз керекпіз. Жиналыс барысында еліміздегі утиль және алғашқы тіркеу салық жарнасының бағасын түсіру туралы талап уәждеріміз бар, ұсыныстарымыз бар айтатын. Және де осы елімізге 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің мәселесі. Солардың бәрін талқылағымыз келеді. Біз төлі барысында жақсы кәдімгі заң аясында конструктивті диалог істегіміз келеді. Енді қазір бүгінгі біздің таңда осы қазір бізге көрсетіп отырған неше түрлі қитұрқы әрекеттерді балаймыз бұның бәрін. Автокөлігімізді қамау жақсы. Оның бәрін түсіндік. Сабырға келіп, ертең біз ең басты көздеген бағытымыз ертең өнеркәсіп және құрылыс министерствосына барып, сол жақта Қазақстан Республикасы әкімшілік полицияның өкілдері, министерство құрылыс және өнеркәсіп министрінің өкілдері, генералдық прокуратурадан бас прокуратураның өкілдері бәрі келіп, сол жерде жақсы жиын болып, сол жақта нағыз конструктивті диалог болып, нақты күшті халықтың пайдасына шешім алып кететінімізге сенімдіміз. Біздер осындай әлемнің төрінде орналасқан 9-шы өзің жердің көлемі 9-шы орын алатын мемлекетті қорғап қалған Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның ұшымен қорғап қалған бабалардың ұрпағымыз. Біз ендігі қалғанда өз автокөліктерімізді сіздердің өздеріңіздің істеген ойларыңызға беріп қойып қарап қалмайтынымызды ескерте кетеміз. Бұл ешқандай қорқыту емес, ешқандай провокация емес. Бұл нағыз қазақ елінің бүгінгі позициясы. Енді осы біздің бүкіл видео үндеуімізді осы күнге дейін бұл азаматтардың бәрі өздерінің жекеге арзан алып келген машиналардың құқығын қорғап жүр, қазақ елінің мәселесін айтпай жүр деген азаматтарға құлақтарын алтын сырға. Елімізде утилмен алғашқы тіркеу жарнасының бағасы өте қымбат. Сол үшін елімізде логистиканың ақсап тұрған жайы бар. Сол логистиканың ақсауына байланысты біздің елімізде тұтынатын азық-түліктердің бәрінің бағалары қымбат. Айтсақ, оның шегі жоқ. Осы қазақтың басына экономикасына індет болған алғашқы тіркеу салық жарнасы мен утиль алымының бағасын түсіруіміз керекпіз. Сол үшін бәріміз күш біріктіруіміз керекпіз. Құрметті бауырлар, ол әлеуметтік желілерде болсын, немесе келіп қатысатын болсақ та. Енді біз бұл жақта келіп тұрған азаматтар бүкіл шаруасын бәрін тастап осы бас шаһарға келіп тұр. Ертең біз жиналысқа баратынымызды айтамыз, сабыр түбі сары алтын дейді. Бүгін машинамыз тұра тұрсын, ертең бүкіл құжаттарымыз түгендеп келу алатынымыз белгілі. Енді осы жерде құрметті үкімет билік өкілдері, сіздердің құлақтарыңыз алтын сырға. Қазақтың мәселесін шешейік. Заманбек Нұрқадылов ағамыз айтқан сияқты, марқұм, ақылды билік халықтың проблемасымен күреседі, ақымақ билік халықтың өзімен күреседі. Халықтың проблемасымен күресуге шақырамыз да. Осы біздің ертең талаптарымыздың бәрін орындалуын талап етеміз, және осы келіп тұрған азамат бауырлардың бүкілінің шаруасы оңынан шешілуін талап етеміз. Солай ма, құрметті бауырлар? Талап етеміз. Осы жерде толықтырып кетеді.